боюнча тасқын пигі өтті. Батыс Қазақстан облыстарында, Қостанай облыстарында пик паводка дейді, ол өтті. Қазіргі таңда біз осы солтүстік Қазақстан облысының бақылаудамыз и шығыс Қазақстан облысында. Бұл жақта қауіп бар ма сонда? Солтүстік пен батыс Қазақстан? Енді бәрі бақылауда ұстап отырмыз. Бірақ солтүстік Қазақстан облысындағы су қоймаларын уже толтырып жатырмыз. Астана су қоймасын, басқа су қоймаларын өткені су биыл аз болады. Яғни былтырғы жағдай қайталанбайды ғой? Қайталанбайды. Өйткені мен ойлаймын, былтырғы жағдай болған кезде жаңағы жер мұз қатып, бүкіл ерген қардың суы бәрі мұздың үстінен кетті. Анау инфильтрация почвы дейді, ол болмаған. Қазір осы жаз өтті, оның несі жаңағы жер асты суының деңгейі азайды. Сол үшін мына еріп атқан қар қазір жер астына барып жатыр, сіңіп жатыр. Сол себепті жер үстінен онша көп былтырғыдай болмайды. Ана екі облыстан, солтүстік пен шығыс Қазақстан облыстарынан басқа облыстарда жағдай тұрақты ма? Жағдай бәрі тұрақты. Кішігірім кейбір жерлерде бұрын уақытша салынған жолдар, уақытша салынған бөгеттердің соларды өтіп жатыр кейбірде. Бірақ мынандай қауіпті жағдай жоқ. Бірақ осы аптаның аяғында тағы да біз гидрометтен мәлімет аламыз. Сонда жазбаша түрде жіберейік, пост жасаңыздар, жүре ме? Қанша келді, соны қайтадан бір санауымыз керек. Өйткені анау система бар, тасқын деген, талсын деген система бар. Соны апта сайын санап отырамыз қайта-қайта. Ана былтыр көрші Ресейден су келіп қалып еді Батыс Қазақстанға. Қазір көрші Ресейден су келіп жатқан жоқ, өте аз көлемінде келіп жатыр. Келмейді.